Сәлем, сіздердің сұраныстарыңызбен көптен күткен рецепт тауық қанаттарын жасайтын боламыз. Осылай арасы да өте күшті болып піседі. Барлық құпиясымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі тауық қанаттары толық еріген, ешқандай мұз болмауы қажет. 3 бөліктен тұрады. 2 бөлігін бөліп аламыз, ал тырнақ бөлігін тастаймыз. Бізге қажет емес. Барлығын осылай бөліктерге бөліп алып, салқын сумен бір рет жуып аламыз. Егер наггетсы жасайтын болсаңыздар, тауықтың төс етін шамамен осындай үлкендікте етіп кесіп алсаңыздар болады. Қатты жіңішке емес, қатты жуан емес, қалың емес етіп. Міне барлығын бөліп алдық. Ал дәмдеуіштерді шамамен қосып жатырмын. 1 шай қасық шамасында паприка, тұз дәміне қарай 1 шай қасық толтырып, қара бұрыш, ащы бұрышты өзіңіздің қалауларыңыз бойынша, қатты ащы қаласаңыздар көптеу қосасыздар. Тауық етіне арналған приправа, яғни приправа для курицы, чеснокты осылай майдалап қосамыз. Барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Барлық жеріне тиетіндей етіп, жақсылап араластырамыз. Наггетсиді дәл осылай жасай бересіздер. Міне бетін жауып, кем дегенде 5-6 сағатқа қалдырамыз. Маған ол ыдыс қажет болғандықтан басқа ыдысқа салып қойдым. Міне 5-6 сағат шамасы өтті. Немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Ал енді пештің формасына пергамент қағазын төсеп, бір-біріне қатты жабыспайтындай етіп, барлығын реттеп, әдемілеп қойып шығамыз. Міне барлығын реттеп қойып шықтық. Ал енді қызып тұрған пеште алдын ала қыздырып алып, 180 градуста 20-22 минут пісіреміз. Одан көп уақыт пісіп кетпесін. Толық пісуі қажет емес, яғни жартылай осылай піседі. 20-22 минут шамасы жеткілікті. Ал енді бізде пештен шықты, кішкене суыды, 20-22 минут шамасында пісіп, енді бізге керек осындай сухари қажет болады. Мен қазір түрін көрсетемін, осы түрі өте жақсы. Салаттың заттары сататын жерлерде сатады. Жұмыртқаны жақсылап араластырып алып, тауық қанаттарын алдымен жұмыртқаға саламыз. Жұмыртқадан соң ұнға ұнатып, сосын қайта жұмыртқаға саламыз. Сосын сухариге қосамыз. Егер объем беріп үлкен болғанын қаласаңыздар, қайта ұнға, қайта жұмыртқаға салып, ұн мен жұмыртқаны 2 реттен жасауларыңызға болады. Бізде сухари, егер осы сухари түрін таппасаңыздар, нанның үгітіндісін қолдансаңыздар да болады. Мен дайын магнумнен алынған түрін қолдандым. Міне осылай сухариге жақсылап батырамыз. Барлық шетіне тию керек. Қазір қуырған кезде, майға қуырған кезде барлық шеті біркелкі шығу үшін сухариге жақсылап аунатып алу қажет, қыздар. Міне тағы да қайталаймыз. Бірінші жұмыртқа, ұн, қайта жұмыртқаға батырамыз, сосын қайта сухариге батырамыз. Біздегі міне нанның үгітіндісі осындай. Мен дайын түрін алдым, немесе нанды бөліктерге бөліп кептіріп алып, блендермен езіп алсаңыздар да болады. Толық кебу керек ол үшін. Бұл дайын түрі. Міне осылай 2 түрлі сухаримен жасадым. Мынау жаңағыдай корейский сухари ақ, ал мына тұрған нанның үгітіндісімен жасалынған. Екеуімен де жасап көрсетемін. Алдымен майды қыздырып қойдық. Толық қызған соң, қатты қызып кетпесін, бірден қызарып кетеді. Кішкене қызған соң осылай салып, орташа отта бірінші салған соң 1-2 минуттай араластырмаймыз. Кішкене сарғайып қызара бастаған соң екінші бетіне аударып қызартып, екі жағында осылай қызартып пісіріп ала береміз. Астына қағаз төсеп, барлығын дәл осылай майға пісіріп аламыз. Міндетті түрде қызып тұрған май болу керек, бірақ қатты қызып кетпесін. Салған соң бірден араластырып жібермеңіздер. Міне осылай барлығын пісіріп аламыз. Әрине корейский сухаримен түсі қанық болып әдемі шығады. Егер таппасаңыздар, нанның үгітіндісімен де дәл солай дәмі дәл солай шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ішіде толық піскен, ешқандай піспей қалуы деген болмайды. Дәмі де күшті болып шығады. Видео ұнаса төменге пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған үміті, астарыңыз дәмді болсын.